Баршаңызға сәлем достар, бүгін мен сіздерге 5 минутта пісетін печеньенің ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ал ендеше кеттік. Ең алдымен бір ыдысқа жұмыртқа, қант, шым тұз қосып, ағарғанша араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар да болады. Мінекей осындай болуы қажет. Енді сұйық май қосамыз. Кейін қопсытқышты ұнмен қоссаңыздар болады, немесе қопсытқыш болмаса, соданы уксуспен гасить етіп қоссаңыздар болады. Сонан соң тағы да араластырып шығамыз. Кейін ұнды електен өткізіп 3-4-ке бөліп саламыз. Араластырып қамырелейміз. Егер қолға жапсарлықтай болса, тағы ұнды қосамыз. Енді печеньеларды жасап бастаймыз. Ең алдымен противенге пергамент қағазын жайып, қамырды кішкентай бөлікке бөліп, дөңгелектеп, видеода көрсетілгендей форма жасаймыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, бізде өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.